Менің көрермендерім, бүгін біз сіздермен баклажан қосылған салатын дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттарымыз: цветной капуста, помидор, тәтті бұрыш, баклажан қажет болады, және бір чеснок, бал, бір қасық соевый соус, аджика керек болады. Қайнап тұрған тұзды суымызға цветной капустамызды 10 минутқа пісіріп аламыз. Бұрышымызды кубиктап турап, помидорымызды кубиктап турап, біріктіріп, бетіне чеснок саламыз. Баклажанымызды кубиктап турап, тарелкеге салып, крахмал қосып араластыратын боламыз. Крахмал қосқан себебіміз корочкамен әдемі қып-қызыл болып қуырылу үшін қосатын боламыз. Қатты қызып тұрған майға қуырамыз. Бал, бір қасық аджика, бір қасық соевый соусты үшеуін біріктіріп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Соусымызды салаттың бетіне құйып, жаймен 2-3 рет араластырып, тарелкемізге әдемелеп әдемі оформление жасап, дастарханға қойып жесеңіздер, өте дәмді, жеңіл әрі тез дайындалатын салат. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ары қарай менімен бірге әртүрлі дәмді тағамдар, салаттар жасап үйренейік. Мені қолдап, комментарий жазып, тағы да қандай тағамдар жасағанымды қалайсыздар жазып кетіңіздер, қоңырауша басып қойыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау сәлеметте болыңыздар.